Өңір басшысы Бердібек Сапарбаев облыс орталығындағы бірқатар демалыс орындарының жұмысымен танысты. Жаңа 34 саябақты облыстық басқармалар, қала әкімдігінің бөлімдері мен кәсіпорындар қала тұрғындарына тарту етпек. Оның ішінде облыстық сот пен ішкі істер департаментінде жасыл желектері болады. Ал Батыс екі ықшам ауданында денсаулық паркі, тұрғын үй қалашығы ауданында мәдениет саябағы сынды демалыс орталықтары жасақталып жатыр. Бүкіл іс-шараны осындай іскерлер өткізу керек. Мәдени іс-шара болмаса, өздеріңізге мысалы бір біреудің юбилейі болады мысалы, бір какой-то кештер мысалы. Сол жақсы ғой. Одан кейін оған тек қана өздері келмейді, бала шағасынан келеді. Сосын кейін олардың бір-бірімен араласуға жатыр. Біз мынаны жасап отқандағы идеямыз сол еді ғой. Әркімнің өзінің мәдениет саласы өз алдына, денсаулық сақтау өз алдына. Абай даңғылында жаңадан жиектастар төселіп, көшеттер, гүлдер егіліп жатыр. Бұл жерге 21 000 шаршы метр қырланған кеспе тас төселіп, ескі бағаналардың орнына электр жарығын 40%-ға дейін үнемдейтін жаңа LED шамдар қондырылады. Бұдан соң облыс әкімі қаланың басқа да жасыл желекті аумақтарын барып көрді. Абаттандырумен айналысып жатқан мердігерлерге берілген жобамен қала әкімдігінің басшылығы таныстырды. Бұл негізі беговой дорожка, 1,5 километр жасалады, бұл асфальттан жасалады. Біз қазір мына брусчатканы жоғары жағында төмен қарай бастап салып жатырмыз. Мында жолдарын бәрін салып, мынау жаңағы спортивный площадканың сеткамен уже тұр. Сосын мына дорожкалардың бәрін салып болғаннан кейін скамейкасын қоямыз. Сол кезде адамдар демалады, мына осы айналадағы, сосын мектептің үйлеріне демалып осыған қайды бар. Облыс әкімі бұл жұмыстардың сапалы жүргізілуін қала әкімдігі күнделікті тексеріп тұруы қажет деді. Жалпы қаладағы саябақтар мен скверлерге 100-ден астам түнгі шам, орындықтар қою жоспарланған. Гүлзарларда баптауда басты назарда. Бұған дейін шаһарда шамамен 20 000-нан астам ағаш егілген. Ануарбек Мырзатайұлы, Самат Қалекенов, Қазақстан, Ақтөбе.